Hello there, достар. Бүгінгі сабағымызда біз сын қимыл үстеулерін өтетін боламыз. Яғни adverbs of manner. Енді біз әдеттегідей диалогтан бастаймыз. Бұл диалогта жанр өзінің жарқын деген досын кездестіріп, оған қуана келіпті. Жанр happily walked up to his friend. Қуана досына жақындады. Түскі кезінде. Жанр бастайды. Жарқын, good news, I got a better job at work. Жарқын, күшті жаңалығым бар. Мен жұмыста жақсырақ жұмысқа ие болдым. Яғни өсті. Really? How? Шынымен де ма? Қалай? Magic, of course. Бұл құпия, сиқыр әрине. Ойнап айтам. Just kidding. I worked hard and did my tasks really well. Мен қатты еңбектендім. I worked hard and did my tasks really well. Және өзіме берілген тапсырмаларды жақсы орындадым. Wow, how do you feel? Күшті. Өзіңді қалай сезінесің? Very happy and pleasantly surprised. Өте бақытты және pleasantly surprised дегеніміз мен таңғалдым және маған приятно. Өзімнің көңілімді жайлы қылатындай таңғалдым. You deserve it, жанр. Сен бұған лайықсың. Let's celebrate with dinner tonight. Бүгін бұны кешкі ас ішіп тойламадық па? Great idea. Italian food or sushi? Керемет идея. Итальяндық тамақ жейміз бе әлде суши ма? Italian is perfect. Can't wait. Итальяндық тамақ күшті. Шыдай алмай тұрмын. Барғым келіп тұр. Яғни, достар, тағы да бір рет назарларыңызды осы сын қимыл үстеулерге аударып көрейін. I worked hard. Мен көп еңбектендім, ауыр жұмыс істедім. Яғни ауыр бұл жерде жақсы мағынада. Қатты еңбектендім. Did my tasks really well. Тапсырмаларымды күшті орындадым. Pleasantly surprised. Көңілім жайлы болатындай таңғалдым. Мінекей достар, бұлардың барлығы және happily walked up. Қуана келді, барлығы сын қимыл үстеулер. Осы мысалдардан оққан болсаңыз, сын қимыл үстеулері жалпы іс-әрекеттің қалай жүзеге асырылғанын сипаттайды. Немесе біздің іс-әрекеттерді қалай істейтінімізді сипаттап береді. Жалпы, тағы да мүмкін байқаған затыңыз, әдетте осы сын қимыл үстеулері adverbs of manner етістіктен кейін after a verb қолданылады. Мысалы, it rained heavily. Далада қатты жаңбыр жауды. Жауын қатты жауды. Жомарт drives carefully. Жомарт абайлап көлігін айдайды. Көлігін абайлап айдайды. Drives carefully барлығы етістіктен кейін. Кейде бізде толықтауыш болуы мүмкін. Verb plus object. Егер толықтауышты көрсеңіздер, онда толықтауыштан да кейін. Етістік, толықтауыш, одан кейін adverb of manner. Сын қимыл үстеуі. She plays the guitar well. She plays, ол ойнайды, нені? Гитараны, енді ағылшын тілінен аударғанда, she plays the guitar well. Ол гитарада жақсы ойнайды. He opened the door quietly. He opened, verb, одан кейін object, the door, одан кейін adverb of manner. Ол есікті ақырын ашты. Айгүл plays the flute beautifully. Айгүл флейтада әдемі ойнайды. Айгүл plays, verb, object, the flute, қалай? Beautifully. Байқап көріңіздер, біз beautiful деген сөзді білеміз, әдемі. Ал іс-әрекетті сипаттағанда әдемі ойнайды. Бұл сөз өзгерді, beautifully. Қандай ережелерге бағына? Біз қазір бір слайдтан кейін өтеміз. Бірақ тағы да мынандай арнайы сөздер бар. Very, өте, really, шынымен де, quite, біраз. Осы сөздерді көрсеңіздер, олар жалпы осы біздің сын қимыл үстеуімізді сипаттайды. Сол үшін оның алдында тұрады. Мысалы, Ақнұр danced quite gracefully at the ballet recital. Ақнұр балеттің қайталауында, балеттің репетициясында біраз әдемі биледі. Danced how? Қалай биледі? Quite gracefully. Біраз әдемі. Our team played really well in the championship game. Біздің команда чемпиондық ойында өте жақсы ойнады. Шынымен де жақсы ойнады. Really well. Дәл солай. Played қалай ойнады? Одан кейін ғана well. Бірақ біз well-ді сипаттаймыз. Шынымен де жақсы. Really well. Ардақ ran very quickly to catch the bus. Ардақ автобусқа жету үшін өте тез жүгірді.
жүгірді қалай? She ran quickly. Өте тез, very quickly. Very, quite, really барлығы осы adverb of manner сын қимыл істеудің алдында жүреді. Енді бағанағы ережеге оралсақ, сын есімдер, мысалы careful, quick, bad, beautiful, үстеулерге ауысқанда қандай зат өзгереді? Әрине мынандай суффикс қосылады. Ly деп аталатын, Мысалы careful, мысалы he is careful, ол абайлап жүретін адам. Бірақ қалай есікті абайлап ашты? Carefully. Quick, тез, қалай, бірақ тез, quickly. He is quick, ол тез, бірақ he opened the door quickly, ол есікті тез ашты, quickly. Bad, жаман, бірақ жаман қалай? Badly. Кейде біздің сын есімдеріміз y әрпімен аяқталуы мүмкін. Happy, бақытты, easy, оңай, noisy, шулы. Егер y әрпін көрсеңіз, y үстеуге ауысқан кезде айға ауысады екен. Мысалы, y-дың орнына ай қоясыз, бағанағы ly суффиксін жалғайсыз. Happy, happily. He is happy, ол бақытты адам. He met me happily. Ол мені бақытты күйінде қарсы алды. This is easy, бұл оңай. He has done it easily. Ол оны оңай бітірді. Easily, y айға ауысты. Noisy, шулы, noisily. Мысалы, this place is noisy, бұл орын шулы, бірақ he's doing his work noisily. Ол жұмысын прям шулы істейді, қалай? Және кейбір арнайы сын есімдер ешқалай өзгермейді. Біз оларды үстеуге ауыстырғанда. Мысалы, this is hard, бұл ауыр. He works hard. Ол көп еңбектенеді. Үстеу болсын, сын есім болсын, формасы бірдей. Дәл осындай бізде бірнеше сын есім бар. Fast, тез, early, ерте, late, кеш, right, бұл жерде дұрыс, wrong, қате. Осы сын есімдерді жаттап алыңыздар, себебі олар үстеуге ауысса да өзгермейді. Енді бұл білімді бекіту үшін бірге келесі жаттығуды орындап көрейік. Бұл жаттығуда біздің мақсатымыз жақшада тұрған сын есімді үстеуге ауыстыру. Мысалы, he normally drives very, ол әдетте көлігін айдайды өте баяу. Қалай? Баяу. Slow ол сын есім, сол үшін very slow деп айтсақ, ол қате болады. He normally drives very slowly. Қалай? Дәл осы үлгімен келесі сөйлемдерді ашып көріңіздер және байқаңыздар. Мына ережеге бағынатын қандай үстеулерді байқайсыздар, сол үшін ол жағын дұрыс бақылау керек. Дәл қазір видеоны паузаға қойыңыз, кейін менікімен жауаптарыңызды салыстырасыздар. Ал енді мені тыңдауға дайын болсаңыздар, жауаптарыңызды менікімен салыстырайық. Анар passed the test. Анар тестті оңай тапсырды. Қалай? She passed the test easy. Бұл y мен аяқталатын сын есім, сол үшін easily. She passed the test easily. Ол тестті оңай тапсырды. The people in this company work very... Адамдар осы компанияда өте көп еңбектенеді. They work very hard. Біз іс-әрекетті сипаттаған соң, мынаны үстеуге айналдырғымыз келеді, hard. Бірақ мына кестеге оралсақ, hard дегеніміз ол ешқалай өзгермейтін сын есімдердің бірі. Сол үшін people in this company work very hard. Тура солай қалады. Үшінші мысал, Айбек teaches English very good дейді жақшада. Айбек ағылшынды өте күшті үйретеді. Қалай? Good деген сөз ауысқанда well-ге ауысады. Айбек teaches English very well. Бұл да есте сақтап алу керек ереже. Келесі, you answered the question. Correct. Сен бұл сұраққа дұрыс жауап бердің. Қалай? Дұрыс. Correct. Бұл жерде correct ly жалғау арқылы үстеуге ауысады. You answered the question correctly. Соңғысы, they live in Munich happy. Олар Мюнхенде бақытты өмір сүреді. They live happy. Y мен аяқталған соң happily. They live happily in Munich. Бағанағы will-ға оралсақ, бұл да есте сақтап алу керек ереже. Мысалы, good will-ға ауысады. Very bad, badly-ға ауысады. Сол үшін Айбек teaches English қалай? Very well. Өте жақсы.
Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөз тіркестері. Bring food, тамақ әкелу, мысалы пикникқа. She brought food to picnic. Put blanket on the ground, көрпені жерге төсеу. Play board games, ойындарды ойнау. Әсіресе үстелдегі ойнайтын ойындар. Go for a long walk, ұзақ серуенге шығу. Find a nice spot, жақсы орынды табу. Eat homemade food, үйде жасалған тамақты жеу. Use strategy, стратегияны қолдану. Remember happy times, бақытты кездерді еске түсіру. Easily pass the test, тестті оңай тапсыру. Answer questions, сұрақтарға жауап беру. Мінекей достар, бұл жаңа сөз тіркестерді міндетті түрде квизлетке өтіп қайталап алыңыздар, кейін спикинг сабақта қолданамыз. Ал әзірше бұл сабақты бекіту үшін платформадағы жаттығуларды бірге орындайық.